Варикоз бар болғаны аяқтағы тамырлардың одырайып, нашар көрінуі емес, бұл салдары ауыр жағдайға алып келуі әбден мүмкін. Дәрігерлер варикозды ұзақ уақыт емдеуден гөрі оның алдын алған жөн деп санайды. Ерлер мен әйелдерде кездесетін варикоз профилактикасының ең тиімді әдістері туралы тыңдай отырыңыздар. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 90 мың оқырманға жетуге ат салушыларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Табан массажы. Ерлер мен әйелдердің аяқтарындағы варикоздың алдын алудың тиімді әдістерінің бірі табанға массаж жасау. Әсіресе мұндай массаж жүктілік кезінде тиімді және пайдалы, себебі әйелдің аяғы ауыр кезінде тамырлар артық салмақпен ісінудің салдарынан қосымша жүктемеге тап болады. Ал массаждан кейін аяқтардың қақсауы қойып, жеңілдік пайда болады. Табанға массажды қалай жасау керек? Ұйқыға жатардан 30-40 минут бұрын аяқ ваннасын қабылдаңыз. Ол үшін жылы суға теңіз тұзын, сүйікті хош иісті май тамшыларын немесе шөп тұнбасын қойыңыз. Содан кейін аяқтарыңызды осы суға біршама салып отырыңыз. Табан массажын саусақтардың айналасын уқалаудан бастасаңыз да ақырындап өкшеге қарай жылжыңыз. Қатты уқаламаңыз, себебі массаж кезінде ауырсыну болмауы керек. Аяқ саусақтарына ерекше мән беріңіз. Ақырын сипалаудан бастап бір қалыпты бұрауға көшіңіз. Табанға шамамен 10-15 минут массаж жасау керек. Егер мұндай массажы күн сайын жасайтын болсаңыз, онда жақын уақытта аяқтарыңызда жеңілдік пайда болғанын, сондай-ақ ұйқысыздықтан арылып, өзіңізді жақсы сезіне бастағаныңызды байқайсыз. Рационда көкөніс пен жеміс көп болсын. Дұрыс тамақтанбау. Рационда майлы әрі құнарлы тағамдардың басым болуы артық салмақтың пайда болуына ғана емес, тамырлар мен қан тамырлар проблемаларына алып келеді. Сондықтан, егер аяқтарыңызда тарамыс тамырлар пайда болғанын қаламасаңыз, зиянды майлы тағамдарды, фастфудты рационыңыздан алып тастаңыз және оларды жаңа піскен көкөністер және жемістермен алмастырыңыз. Олардың құрамында қан тамырларын нығайтатын, қабынудың алдын алатын және қан айналымын жақсартатын арнайы зат флавоноидтар бар. Әсіресе пияз, брокколи, асжапырақ, орамжапырақтың ас мәзірінде көп болуына мән беріңіз. Бұл көксеу қан тамырларын нығайту үшін пайдалы. Ал жемістерден цитрус, яғни апельсин, мандарин, грейпфрут, лимон, помело және жасыл алма мен жүзімді жиі жеңіз. Емдік дене шынықтырумен айналысыңыз. Емдік мақсаттағы дене шынықтыру тек ерлер мен әйелдердің аяқтарындағы варикоздың алдын алу ретінде емес, сонымен қатар бұл ауру алғаш көрініс берген кездегі ауырсыну мен қолайсыздықтан арылуға мүмкіндік береді. Ұйықтар алдында 15 минут қарапайым жаттығулар жиынтығын орындау жеткілікті. Емдік дене шынықтыру варикоз профилактикасы үшін ғана емес, сондай-ақ оның алғашқы белгілері аяқтың ісінуі, аяқтың дуылдау, қышыну пайда болу кезде тиімді. Бұл жаттығулар кешенін ұйықтауға жатар алдында орындау керек. Сонда небәрі 15 минутқа созылатын жаттығу әрі белгілерін жеңілдетіп, оның дендеуіне жол бермейді. Үй жағдайында қандай жаттығулар жасауға болады? Ең алдымен табанды жақсылап қыздырып алыңыз. Ол үшін аяқты 15 рет бір жаққа артынша екінші жаққа бұрыңыз. Оң аяқпен тұрып, сол аяқты тізе тұстан бөгіңіз де аяқтың ұшымен тұрып табанды жоғары көтеріңіз. Осы күйде 5-10 секунд тұрып артынша аяқтарыңызды ауыстырыңыз. Жаттығуды әр аяқ үшін 15 рет қайталаңыз. Аяқтың ұшымен тұрып бәсең қалыппен төмен түсіңіз 20 рет. Өкшені басып тұрып, асықпай төмен түсіңіз 20 рет. Табаннан аяқтың ұшына қарай жылжыңыз 15 рет. Иықпен деңгейлес биікте қос қолмен қабырғаға сүйеніңіз. Одан кейін аяқтың ұшымен көтеріліп, артынша қайтадан табанға ауысыңыз. Жаттығуды 15 рет орындау керек. Төсекке отырып, аяқтың ұшымен өкшені көтеріңіз де қайта табанды жерге тигізіңіз. Яғни 15 рет қайталайсыз.
ұйықтап жатқанда да аяқты аздап көтеріп жатуға тырысыңыз. Ол үшін аяқ астына кішкентай жастық қоюға болады. Бұл қан жүруді жақсартып, қанның тұралап қалуына жол бермейді. Спортпен шұғылданғанды ұнатпайсыз ба? Таңертеңгі жүгіру туралы ой сізді жабырқата ма? Ауқымды спорт жүктемесінің таптырмас баламасы бар. Ол скандинавиялық жүріс. Жалпы скандинавиялық жүріс кезінде бұлшықеттердің 90% іске қосылады. Ал мұндай нәтижеге спорт залда сағаттап жаттықсаңыз да қол жеткізу екіталай. Скандинавиялық жүріске арналған таяқшалар мен күнделікті серуендеу қан туралауының алдын алады. Бұлшықет тонысын туындатып, артериялық қысымды реттейді және артық салмақтан арылуға жақсы көмектеседі. Ендеше бұл әдіс қан мен қан тамырлардың жүктемесін мейлінше азайтып, варикоздың пайда болуына жол бермейді. Жаттығу нәтижелі болу үшін скандинавиялық жүріспен дұрыс айналысу керек. Ең алдымен таяқша бауынан дұрыстап ұстаңыз. Жүріс кезінде аяқ пен қол қарсы жүріс түрінде қозғалу маңызды. Арқаңызды тік ұстап қолыңыз иық тұстан бастап қимылдауына мән беріңіз. Алға қарай бір қалыпта баяу қадам жасап, ауырлық күшін табан ортасы мен саусақтарға түсіруге тырысыңыз. Мейлінше бассейнге барып отыруға тырысыңыз. Жүзу ерлер мен әйелдердің аяқтарында пайда болатын варикоздың тиімді профилактикасы. Біріншіден, дене көлденең болған кезде қан аяқта туралап қалмай, бүкіл денеде жақсы жүріп отырады. Жүзуде физикалық белсенділікпен бірдей, бірақ жүзу кезінде жарақат алу немесе бұлшықеттің шамадан тыс жүктемесінің қаупінен әлдеқайда төмен. Сонымен қатар, су жұмсақ массажер ретінде әсер етеді. Соның арқасында қысым төмендейді, бұлшықеттер босайды, ісінулер кете бастайды. Тым салқын суға түспеңіз, өйткені суық су қан тамырларын тарылуына ықпал етеді. Бассейн суының температура шамамен 22-24 градус болуы керек. Егер аптасына кемінде бір рет 30 минутты бассейнге өткізсеңіз, аяқтарыңыздың одырайған тамырлардан сақтай аласыз. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Sham